Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін өзбек халқының осындай қытырлақ кәтләманы бірге жасайық. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыз. Видеоны мұқият сонына дейін қарап шығыңыздар. Ең қызықты керемет сәттерді өткізіп алмаңыздар. Суға тұзымызды қосып, ұнымызды біртіндеп салып отырып, қамырды елейтін боламыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін пакетикке салып 30-20 минутқа қойып қоямыз. Арасында бірнеше қайтара қамырды елеп отырайық. Біздің қамырымыз осындай эластичный, әп-әдемі болып шығады. Енді оны өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп шығамыз. Видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Маңызды сәттерді өткізіп алмаңыздар. Екі зуаланы бірдей жаятынын көрсететін боламын. Қамырымызды жайып болғаннан кейін ерітілген сары майды құйып, кисточканың көмегімен барлығын бірдей етіп жағып шығамыз. Енді өте маңызды сәт, манная крупа, соны алып үстінен жаймен себетін боламыз. Манная крупаны қазақша жарма деп атайды. Шетінен қамырды орайтын боламыз. Екі зуаланы жақсылап тұрып, онымен сеуіп, біріктіріп жаятын болайық.
бірден 2 зуаладан осылай қамырды жайып шығамыз. Тез әрі оңай. Уақытыңызды үнемдейтін осы әдіспен сіздер де жасап көріңіздер. Арасына көбіректен ұнды сеуіп қойыңыздар. Енді сары майымызды жағып шығып, үстінен жармамызды сеуіп шығамыз. Сосын қамырды жаймен орап шығайық. Дайын болған осындай орамаларды жұқа қылып, тағы бір рет жаятын боламыз. Біздің табамыздың көлемімен сиятындай қылып жайып шығамыз. Ең біріншіден табамызды жақсылап тұрып қыздыртып алайық. Содан кейін сұйық майды жағып шығамыз. Орташадан сәл төменірек отта қуырамыз. Екі жақ бетін қызартып, әп-әдемі ғып қуырайық. Осымен біздің котлямамыз дайын болды. Тез әрі оңай. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Осындай керемет каналды жоғалтып алмас үшін. Өте пайдалы, өте дәмді тағамдар дәстүрлі дастархан арнасынан көре аласыздар. Міндетті түрде бір рет болса да осы котляманы сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі прям керемет болады. Ауызда қытырлап тұратын осы бір қамырдан жасалынатын ерекше тағамды сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Осы видео сізге ұнаса, достарыңызға, туған туысқандарыңызға жіберіп отырыңыздар. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз.